Менің отбасымның сүйіп жейтін тағамдарының бірі бүгін лагман дайындайтын боламын. Алдымен өзімнің чудо қазаныма жылқының майын құйып, жылқының еті мен көкөністерді салып, дәмдеуіш қосып, су құйып сорпасын дайындап қойдым. Бұдан кейін жіп-жұмсақ қылып қамыр илеп, жіп-жіңішке қылып лагмандарды созып алдым. Лагманның дәмді болып шығуы тікелей осы қамырына байланысты болғаннан кейін үнемі қамырына аса мән беріп отырамын. Қайнап тұрған суға тұз салып, қамырды бір бүркеткізіп қайнатып алып, салқын суға салып сүзіп аламыз. Мінекей біздің лагмандарымыз дайын болды. Отбасыма қатты ұнады, өте дәмді әрі ерекше болып шықты. Сіз де осы рецептпен жасап көрсеңіз болады. Парақшам ұнаса, лайк басып тіркеліп алыңыз. Үнемі сіздерді пайдалы рецепттермен қуантып отыратын боламын. Мынадай чудо қазанды қайдан сатып аламын деген сұрақтарыңыз болса, комментария жазып, плюс қалдырып кетіңіз.